Қызды жоқшылық құртады дейді. Мен оған сенбей өскем. Бірақ күндердің күнінде сол сөз санамда жаңғырып тұратын әдет тапты. Қалаға алғаш келген күнім есімде. Көйлегім үтіктелінбеген, үтік дегенді қолданбай өскен едік. Группаластарым сәнді киініп жарқырап жүрді. Ал мен болсам, ауылдан алып келген бір көйлекпен бір ай бойы жүретінмін. Кей күндері өз киімім үшін ұялдым. Қолымнан келгені оқуға тырысу. Сабақтан шыққан соң кафе жағалап жұмыс іздейтінмін. Бір-екі жерде даяшы болып істедім. Жалақысы шайлығымнан аспайды. Бірақ амал нешік. Керек десең, жатақханада отырып, көз жасымды да білдіртпей сүртетінмін. Сөйтіп жүріп өзгердім. Бұзылдым ба, бейімделдім бе, әлі білмеймін. Бірақ әп-әдемі гүлдей жайнап тұрған мен көше жағаласып, түнгі көбелек болатынымды білмедім. Түрім әдемі, көшеде көз тастап, айналып қарайтындар көп. Мүсінімді келісті. Бірақ үстімдегі жыпыны киім мен сөмкемнің шеттері мүжілгені көзге ұрып тұратын. Топта бәрі сәнді, бәрі стильді, тек мен ғана. Стипендиямды алған сайын қуанып кетем. Бірақ көп ұзамай-ақ қалам қағазбен тамаққа кетіп тынады. Киім алуға, өзімді еркелетуге ештеңе қалмайды. Кейде сол үшін өзіме өкпелеп қалам. Бірде Майра есімді қыз маған ерекше ілтипатпен қарады. Әрқашан жарқырап жүретін, еркін сөйлейтін, сәнді киінетін, бар болмысымен байдың қызына ұқсайтын. Мен онымен құрбы болуға қатты қуандым. Не болса да, енді менің де әлемім өзгерер деп ойладым. Сен сондай сұлусың, ана қыздардан бөлексің дейтін ол. Рахмет деп жымиып қана жауап берем. Ішімде бір қуаныш мені байқапты деген. Бірақ уақыт өте келе шындық ашыла бастады. Майра байдың қызы емес, ол жаман қызға айналған екен. Бірақ онысын кейін білдім. Ол да мен секілді өмірдің шетінде, бірақ шеттетілмейтін деп жанталасып жүрген бір бейбақ. Майра екеуміз шын достасып кеттік. Жан құрбы болдық. Ол мені барлығына үйретті десем де болады. Бірде ол маған, мен сияқты болғың келе ме қыз? Мен сияқты ақшадан тарықпай өмір сүргің келе ме деп сұрады. Мен қандай жұмыс екенін сұрамастан, бірден иә деп басымды изей бердім. Ол мені өз ақшасына салонға апарып, бояндырып, шашымды қидырып, әдемі көйлек алып берді. Содан түнгі клубтан бірақ шықтық. Құлақ шыдатпайтын көңілді музыка. Жаман нәрселер мен жаман судың иісі араласқан бұл жерде жартылай қысқа киінген қыздар. Жаман су ішкен жігіттер. Алғаш көрдім. Елдің алдында таяққа жапсып билеген қыздарды. Шыны керек, оларға қарауға басында ұялдым. Тіпті ол қыздарды іштей жек көрдім. Осыншалықты жаман болар ма? Бірақ мен олардан да асып түстім. Осылай айнала таңырап тұрған мені аш қасқырлар байқаған болу керек. Қасыма келіп жапса кетті. Селк етіп жалт қарадым. Жаңадан келдің бе деп ыржың еткен жігітті жақтырмай, жоғалары деп қабағымды түйдім. Майра мені тыныштау жерге апарып, «Қызау, сен олай сөйлеме. Бұл жерде бай жігіттер. Жаңа жігітте өте бай. Біз ақшаны солардың көңілін тауып аламыз. Олар қасыңа келсе үндеме, барлығына келсе бер», деп мені өзінің кәсібіне үйретіп жатты. Жоқ, маған бұндай орта ұнамайды деп кетуге оқталдым. Майра мені құшақтап, мені жалғыз қалдырмашы, тек жігіттердің қасында отырып шырын ішеміз. Сол үшін ақша төлейді. Тез байып кетесің, бүгін байқап көрші деп мені әзер көндіріп қайта ішке кірдік. Әлгі жігіт Майраны танитын болды. Ол көзін қысып, маған құрбыңды бересің ғой, иә деп күлді. Содан ол жігіт мені биге шақырды. Барғым келмеген. Майра маған бар, билеп кел, көңіл көтер деп itергендей болды. Ол жердегі би есінен алжығандардың биі сияқты. Содан ұялып, қысылып, ағас сияқты әрең қозғала билегендей болдым. Майраның қасына келгенде сусын дайындап қойыпты. Сол бір сусын өмірімнің мәнін құртты. Сол сусыннан соң мен әлгі жігіттің қойнынан бір шықтым. Ұйқыдан тұрсам, денемді ала алмаймын, басым сынып барады.
Майра да басқа жігітпен отыр екен. Сөйтсем, Майра өзіне мені серік еткен, яғни группа болып жасаған екенбіз. Айқайлап жылап жібердім. Маған бұлай жасауға қалай дәтің барды? Майра, сені жек көремін деп айқайладым. Майра мен әлгі байдың еркесі де тұрды. Туф, даусың жаман. Майра, мынаның үнін өшірші деп маған қарады да әмияннан 3 қағаз $100 лақтырды. Майра асығып киініп, бәрін түсіндіремін, жүр кеттік деп ақшаны сумкаға салып, мені сүйрегенде алып шықты. Майра жол бойы бәрін түсіндіріп келеді. Мен көз жасыма ерік беріп жылап келемін. Бір кезде банкке кірдік. Әлгі 3 қағаз $1 теңгеге айырбастады. Теңгеге айналған ақшаны көріп шоқ болдым. $1 дегенді алғаш рет көруім ғой, осынша ақша болады деп ойладым. $300 ол кезде 135 000 ақшаны қолыма ұстағанда жылағанымды ұмытып кеттім. Майра өзіне ақша алмады, бәрі сенікі деп қолыма ұстатты. Ол кезде 135 000 теңге өте көп ақша еді. Алғашқы күнәмді $300 мен алған едім. Одан кейінде неше түрлі жындылармен Майра екеуміз бірге болдық. Олар не десе соны жасаймыз. Байдың еркелері үшін ақша деген проблема емес еді. Бір күні бізді тауға шақырды. Сол жақта ішіп жем көңіл көтеретін болдық. Көбіне клиентті Майра табатын еді. Ақшасына да келісетін сол. Сөйтсек клиенттеріміз жаман нәрсе қолданатын адамдар екен. Күшті көңіл күйіммен қымбат көлікпен бардық. Бір есерсоқтың туған күні екен. Біздерді соған жалдаған. 4 жігіт болды. Іштік, жедік, мас болдық. Әдеттегі қызметімізді көрсеттік. Десе де татып алған жындыларға бұл аздық етті. Көз алдымда дәретке отырды. Майраның шашынан ұстап, ойына келгендерін жасады. Қалғандары бұл көрініске мас. Майра да ішіп алған еді. Ашуланып кеткен болу керек. Әлгі есерсоқтікін тістеп алды. Ол ойбайлап Майраны жерге теуіп жіберді. Мынауың құтырайын деген екен деп ашуға мінген ол жерде жатқан Майраны шешіп лақтырды. Бөтелкені алды да оны қинады. Құрбымның жан даусы шығып жалынды. Мен жүгіріп барып, олай істемеші дей беріп едім. Бетімнен жұдырықпен бір қойды. Мұрным қанап, көзімнен жас бұрқ етті. Мұрным қанап тоқтамай жатыр. Шеміршегі тайып кеткен бе, бетім ісіп кеткен. Анау сорлының ашуы басылмай, құрбымның жылағанына қарамай ойына келген істеді. Қанша жалынса да ол тоқтар емес. Құрбым үшін жанымды құюға даярмен шашлықтың үшкір таяғымен ол албастыға қарай жүгірдім. Оны өлтіргім келді, бірақ кім екенін білмеймін. Артымнан біреу келіп, басымнан бір ұрды. Есімнен танып құладым. Таң атқан кезде ғана ояндым. У-шу басылған, адамдардың даусы естілмейді. Тұрайын десем басым ауырып барады. Екі бетім де үрленген шар секілді ісіп кеткен. Үсті басым қан, басымда киімдерім де көрінбейді. Ал Майра жерде жатыр. Әлгі албастылар құрбымның арғы жағына ағаш тығып кетіпті. Қиналып әлсіреп жатыр. Шыдамай оны суырып алып едім. Соңғы даусы шыққан құрбымның даусы әзер шығып жүріп кетті. Қасына әзер жеттім. Майраны құшақтап тұршы деп жалынсам да тұрмады. Тек екі көзі ашылып жабылмай қатып қалғандай, денесі де былқ-сылқ. Кешке дейін өлі дененің қасында отырдым. Ешқандай адам жоқ. Әлгілер қашып кеткен. Біздерді өлді деп ойлаған ғой. Үмітім үзіліп, мен де құрбым сияқты қиналып өлемін деп жыладым. Алладан кешірім сұрай бердім. Әттең, бұндай теріс жолға түспегенімізді осыншалықты өлім азабын құрбым татпас еді. Кеш қарайып келеді. Көліктің дыбысы естіліп, қызық қуған жастар екен. Әзер тұрып алдарынан шығып көмек сұрадым. Содан жедел жәрдем, милиция келіп тергеу басталды. Мен ауруханада жаттым. Өзіме келген соң қолыма кісен салынды. Тергеу бұрмаланып, ақшаның күшіменен мен сорлы өз құрбымды өлтірді деген ауыр айыппен сотталдым. Байдың еркелері біздерді мүлдем танымайтын болып шықты. Қылмыс болған күні әлгі төртеуі бильярдта клубта туған күн тойлапты. Және куәгерлер бар. Әрине сотты сатып алды. Жазықсыз сотталып кеттім. Әлгі ағашта тек менің саусақ ізім ғана табылған деген қағазда шықты. Айыпталушы деп менің не үшін қылмыс жасағанымды олар айтқанда жылап жібердім.
Ақша үшін құрбым Майраны алдап тауға апарыппын. Сол жерде екеуміз төбелесіппіз. Яғни марқұм Майра мені ұрған. Мұрнымның сынғанына ашуланып, мен Майрамен төбелесіп, арғы жағына ағаш тығып қинаппын. Осындай қылмысты тергеушілер қолдан жасап, мені түрмеге қамады. Әке-шешем жылап қалды. Менің жаман жаққа кеткенімді сотта естіді. Оларға өте ауыр болды. Мен сорлы әке-шешемнің беттеріне қарай алмадым. Бірақ мен қылмыскер емеспін. Түрмеден шыққалы 7 жыл өтті. Еш жер жұмысқа қабылдамайды. Тіпті еркектер де мені әйел етуді қорқады. Танысып біліскен соң, түрме көрген жан екенімді айтсам, шошып кетеді де қарасын батырады. Туыстарым менен әлде қашан бас тартқан. Қазір шағын дәмханада еден жуып, пол жуамын. Жалғыз басты әйелмін. Жасыма жас қосып, жыл сайын қартайып келемін. Нәпсі арқылы ақша табамын деп, ғұмырымды түрмеде өткіздім. Қазір жастардың көбі оңай ақша тапқысы келеді. Бұлай жасамаңыздаршы. Арам ақша еш уақытта байлық болмайды екен.